Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен бірге худи тігетін боламыз. Ол үшін бізге қажетті өлшемдер. Бірнеше ғана өлшем қажет болады. Обхват груди менде 80-ге тең. Обхват груди. Қараңыз, тең осылай тұрған кезде өлшеміз. 80. Екінші бізге қажетті өлшем мынау иықтан бастап жеңнің ұзындығы қажет болады. Мына. Қараңыздар, осы аралыққа менде 66-ға тең. Дәл осы аралықтан негізі осы өлшем бізге қажет болады. Бірақ оны есептемей, мен берген формула бойынша есептей берсеңіздер де болады. Ең соңында жеңіңіз ұзын болып жатса, кесіп алып тастауға болады. Және тағы бір өлшем, ол бізде мынау. Тағы бір қажетті өлшем бізге ол мынау қолдың айналымы қажет болады. Мынау ең үлкен жеріміз тұр ғой. Осы ең үлкен жерді өлшейміз. Ол менде 20 сантиметрге тең. Дәл осы аралықты өлшеп аламыз, себебі бұл жерде бізде манжет болады. Егер манжеттің мына аралыққа кәдімгідей қолыңызға жабысып тұрған қалайтын болсаңыз, кашкарсе қосып тігетін болсаңыз, тек мына аралықты өлшеп, осы жерге жабысып тұратын етіп жасауға болады. Менде мысалы мынау чуть кең тұрады манжет. Менің манжетімде осыдан чуть тар болады жобасы. Түсінікті деп ойлаймын. Онда біз пішу жұмысына кірісейік. Баршаңызды бүгінгі сабаққа келгендеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Және де сабақ барысында өте оңай техника болады. Сондықтан да менімен бірге соңына дейін тігіп шығыңыздар. Кері байланыс тек қана 3 күнді қамтиды. Осы 3 күн ішінде кез келген худиге байланысты сұрақтарыңызды қойып жауап ала аласыздар. 3 күннен кейін барлық видеоларға доступ жабылады. Осыны естен шығармаңыздар. Сондықтан да менімен бірге бір жасаңыздар. Кеттік, баршаңызда дәл осы сабақ қайырлы әрі пайдалы болсын деп тілеймін. Бүгін біз сіздермен бірге худи пішетін боламыз. Худиге бізге қажетті өлшемдер. Обхват груди немесе обхват бедер. Обхват запястья обязательно қажет болады. Ол бізге мынау манжеттің енін өлшеу үшін қажет болады. Ал мынау ұзындығын өзіңіз таңдайсыз. 5 сантиметр, 3 сантиметр. Бұл аралықты өзіңіз таңдайсыз. Мен егер өзіме тігу барысында ұнағанын таңдаймын. Себебі менде кашкарсе матасы жоқ. Худиға алған двух нитка матасының өзінен жасайтын боламын. Ал енді бізге негізгі худидің базасын тұрғызу үшін обхват грудиді пайдаланатын боламын. Егер сіздің бөксеңіз үлкен болса, бөксенің есебімен пайдалансаңыз да болады. Обхват груди. Так, размер. Дәл осы размерді шығару үшін бізге 80-ге плюс 10 сантиметрді қосамыз. 90 бөлу 2-ге тең. Сонда менде мына ара қашықтық анықталатын болады. 45 сантиметр. Міне дәл осының ортасын анықтап алып, сызып қоямын. Мына жақ алды, мына жақ артқы бой. Бірінші артқы бойдан бастап сызатын болсақ, қараңыз, мойын ойынысына 8 сантиметр мына аралыққа жібереміз. Дәл ортада 8 сантиметрді есептеп, төменге қарай 3 сантиметр түсіреміз. Осы аралықты доға етіп, мойынды белгілеп сызып аламыз. Екінші, мына шеңбердің дәл жанынан 3 сантиметр түсіреміз. Осы аралықты түзу етіп сызып аламыз. Келесі, дәл осы жерден 25 сантиметр төменге қарай түсіреміз. Сол аралықты да белгілеп қоямыз. Бұл бізде қолтық ойынысы болады. Енді осы аралықты кішкене ғана былай доға етіп ішке кіргіземіз. Мына аралықты теңдей 3-ке бөліп, 1 сантиметр астыңғысына ішке кіргізіп сызсаңыз да болады. Жалпы формасы осылай болып шығады. Бұл бізде артқы бойымыз уже дайын. Алдыңғы бойды сызу үшін дәл мына жердегідей 8 сантиметр. Етек жағын алдыңғы бойда тоже 8 сантиметрге түсіреміз. Дәл сол секілді мына жер 3 болса, мына жерге де 3 түсіреміз. Мына 25 сантиметр төменге қарай түсіреміз. Осы аралықты да жай доға кіргіземіз. Бұл жерде артқы бойдан 0,5 сантиметрге артық кіргізсек болады. Алдыңғы бой мен артқы бойдың бізде сызбасы дайын.
худидің ұзындығын өзіңіз қаншалықты таңдасаңыз өзіңіз білесіз. Длина худи. Тағы да бізге ұзындық. Мынау ұзындықты өзіңіз таңдайсыз. Себебі мен худидан кішкене ұзындау тізенің деңгейіне дейінгі өлшемді алып жатырмын. Маған 100 сантиметр қажет ұзындыққа. Қазір дәл осы өлшеммен мен матаға түсіретін боламын. Келесі жеңді пішу үшін қараңыз, мына аралық 25, мына аралық 25, біздің жеңіміздің ені де 25 сантиметрге тең. Ой, 50 сантиметрге тең. Енді екінші ұзындық, жаңа мен сіздерге өлшеу барысында көрсеткен болатынмын, адамның иығы былай түсетін болса, мына уже мойын болып кететін болса, былай қарай. Біз мына аралықтан бастап жеңнің ұшына дейінгі өлшем бізге қажет болады дегенмін. Дәл осы өлшемді осы жерде мына аралыққа 45 сантиметр қоссаңыз болады. 50 алсаңыз, қатты мына жер жиналып тұрып қалады, сондықтан 45 ала берсеңіз болады. Немесе тура өлшем дейтін болсаңыз, дәл осы өлшемді есептеп алып, мына аралық сізде қанша шықты, қалған өлшемді жеңге аластасаңыз болады. Бізге негізі жалпы мына өлшем осы үшін қажет болатын. Длина рукава. Так, келесі жеңнің аузына 30 сантиметр етіп алдым. Дәл мына ортадан былай қарай 15, былай қарай 15. Мына жерде ортада сызық бар деп есептесек, былай қарай 15, былай қарай 15, 30 сантиметр. Және жеңнің аузы менде 20 сантиметр манжет жасайтын болам. Манжетке мына 30 сантиметрді жинайтын боламыз. Манжет жасамайым дейтін болсаңыз, мына жеңнің аузы қанша жасағыңыз келеді, одан тар қылатын болсаңыз, тар етіп былай алып кете берсеңіз болады. Жалпы бізде бүгінгі худи сабағында осы әдіспен пішетін боламыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі тігу сабағында жолыққанша. Енді капюшонда стандарт размер беремін. Бізде стандарт капюшонда формасы осылай болып түседі. Мына аралық, дәл осы аралық бізде 30 бен 35 сантиметр арасында болады. Оны матада пішу барысында отдельно тоқталып сантиметріне дейін айтып кететін болам. Ал екінші мына аралық бізде тоже мынау адамның бас деңгейі болатын болса, дәл осы екі иық арасын айналдыра өлшегенге тең болады. Біздің мынау капюшонымыздың иық деңгейіне дейінгі аралық. Осы орта деңгейге дейінгі аралық мына өлшемге тең болады. Дәл осыны екіге бөліп есептегенде негізінен көпшілік адамдардікі 30 бен 33 сантиметр арасында болады. Біз 33 сантиметрді таңдаймыз. Ең күшті вариант осы капюшонда тіккен кезде өзіңізге ұнайтын киіміңізде капюшонда сай келетін, ұнататын капюшонның вариантын алып, просто копировка жасап тіге салсаңыз болады. Міне, худиді уже матаға пішіп жатырмын. Осы кезде тағы бір айта кететін нәрсе болып тұр. Мынаны тіке алып кетсеңіз, егер қысқа вариант жасасаңыз, осыны алып кетуге болады. Менде мысалы қараңыз, кеудем 80, бөксе 90. Екеуін қосқан кезде 90 шығып тұр да, бөксемен бірдей. Мен осыны тікесінен былай қарай алып пішетін болсам, ол кезде ұзын худи жасаған кезде бөксе жағы кәдімгідей бөксемен бірдей болып тұрады. Ал егер бөкседен тағы да чуть кеңдеу болған қалайтын болсаңыз, онда обязательно бөксеге тағы да қосымша қосып кету қажет. Дәл мына жерде жоғарғы жақты пішіп қойдым. Мына сызық, мына 25 сантиметр түсіріп, мынау аралықты белгілеп алдым. Енді мынау төменге қарай жасаған кезде тағы да чуть қосымша қосқым бар. Өйткені тіке алып кететін болсам, онда менің бөксеме тіреліп қалады, бірдей болып өтеді. Сондықтан мына жақта кішкене кеңірек болу үшін тағы да осы сызба барысында менде мына аралыққа 5 сантиметр қосып трапеция етіп түсіріп жатырмын худимді, ұзын худиді. Өйткені менде ұзындық 1 метр болып тұр. Енді қосымшаға келетін болсақ, егерде сіз оверлокпен тігетін болсаңыз, 0,5 сантиметр қосымша қосып кетсеңіз болады, қырқу барысында осылай. Ал егер оверлокпен тігем, но бірақ тігіс машинасына да салып тігем дейтін болсаңыз, одан чуть-чуть 0,7 сантиметр қалдырыңыз.
бұл қосымша қалдыру түсінікті деп ойлаймын. Етек жаққа келген кезде мынау біздің етек сызығымыз болатын болса, ішке қайырлу сызығын өзіңіз таңдайсыз. Сызық сырттағы тігісіңіз сізде 2 см ара қашықтықта түсетін болса, қосымша 3 см қалдырасыз. 4 см ара қашықтықта тігіс түскен қалсаңыз 4 см қалдырасыз. Ал егер қысқа худи жасайтын болсаңыз, бұл жерге де тігіске 0,5 қосып, етек жағына манжет, жеңдікі секілді манжет жасап кетсеңіз болады. Манжеттің кеңдігін мына жердегі жеңде қанша жасасаңыз, мынау ұзындықты етекте де, мына етекке де сонша ұзындықта манжет жасағаныңыз дұрыс. Дәл осы жерде мен капюшонды көрсетіп тұрмын. Капюшонның мынау жоғарғы жағын қараңыз. Бірінші енді алып кетейін. Мынау аралық өзі бормен сызылып тұр, көрініп, и потом былай қарай көрініп тұр. Дәл осы аралық менде, қазір сантиметрмен көрсетейін. Мына аралық ровно 30 сантиметрді құрайды, ал мына аралық менде 35 сантиметрді құрайды. Мына. Дәл қазір тігісімен полностью ішінде алып тұрмын, 35 деп әдейіге үлкен етіп. Енді қараңыз, дәл мына аралық бізде иықтың деңгейіндегі өлшем болады. Мына жерде айттым ғой бағана 30 пен 33 аралығында болады деп. Тігіспен мен 35 деп есептеп алып тұрмын. Сіз де 33 деп тігіспен 35 сантиметр алсаңыз болады. Енді мына аралықты 30 сантиметрге теңедім, плюс 5 сантиметр тігіске қостым. Ол жаңағы ішіне былай 1 сантиметр қайырылып, еще мына аралыққа тігілу үшін қажет. Енді жоғарғы жақты бірден түсіндіріп кетейін. Мынау 4 бұрышты просто доға етіп жасай саламыз. Мына арада 5, мына арада 5-ті белгілеп, сол аралықта линейкамен доға алып кетсеңіз болады. Енді дәл мына аралықта 3-4 сантиметр төменге қарай түсеміз. Мен қазір 4 сантиметр төменге түсіп тұрмын. Мына жер қиғаш. Көріп тұрсыз, жоғары қарай мата түзу емес. 4 сантиметр тура осы аралықтан төменге қарай түсіріп, сол аралықты просто доға етіп сыза салдым. Нараны тіке алып кеттім, себебі ол ішке қарай мына аралыққа қайырылып тігіледі. Енді етек жағын түсіндіретін болсам, дәл мына екі аралықты примерно ортасын белгілейсіз. Мынау и мынау бір-біріне сәйкес келу қажет. Осы аралықты белгілейміз. Артқы жақтан 5 сантиметрді шегеріп алып тастап, мына аралықты белгіледім. Себебі біздің басымызда артқа қарай былай дөңес кетеді ғой. Сол себепті 5 сантиметр, 4-5 сантиметр осы аралықта бетіп алып кетеміз. Тура ортасына дейін. Екінші, осыны мына ортадағы белгілеген аралыққа доға етіп, артқы бойдағы мойын ойынсы қалай түссе, сондай етіп доға етіп алып кетеміз. Және мынау алдыңғы жаққа қарай біз 8 сантиметр түссек, осы жерде де 8 түсеміз. Егер 10 түссек, 10 сантиметр түсеміз. Себебі мына иықтан кейінгі төмен қарай түсетін деңгей, мына аралық қалай тұр, бізде алдыңғы бойда қалай жатыр, мына аралық тура сол деңгейде жату қажет. Еще мына аралықты біз мойын ойынсына сәйкестендіреміз. Дәл осы аралық біздің мойын ойындымызға сәйкес болу қажет. Менде тура сіздерге көрсеткен өлшем бойынша, мына өлшем бойынша 20 болып тұр, бірақ мен мына жерге 25 деп есептеп алдым, плюс тігісімен. Мына аралықты үлкендеу етіп алған себебім дәл осы аралықты. Қазір біз примеркада мойын ойындысын көретін боламыз. Мойын ойындысы мынау өзіме 8-де 8 кішкене мойынды қысып тұрады маған. Сондықтан да, может быть, еще төмен қарай түсіру мүмкін. Если қаласаңыз, мына аралықтан да тағы да кесіп алып тастасаңыз болады. Примеркада, оған дейін емес. Примеркада ұнамай тұрған жерлерін өзгертіп, дәл мына мойын ойындысын соған келтіретін боламыз. Дәл қазір жеңді пішеміз. Мына аралықта өзгеріс болады дедім. Егер де осылай тіке күйінде қалдыратын болса, қараңыз, жең былай кетеді, мынау қолтық астындағы қосымша өте көп болып қалып кетеді. Сол иық деңгейімен жату үшін 3 сантиметр кесіп алып тастаймыз. Мынау иықпен бірдей кетіп, төмен қарай иіліп тұру үшін жеңіміз мына аралықта 4-5 сантиметрге кесіп, осы аралықты қиғаш етіп кесіп алып тастаймыз. Міне дәл осылай. Сонымен жалпы бізде пішу жұмыстары аяқталды.